алты рет 50% химия алдым. Су өтіп жатты, бірақ нан, тамақ үшін ештеңе өтпей қалды. Оның үшін күйіп бастаған ғой. Больницаға барып жаттым. Содан лучевой алдым да, сол судан артық ештеңе өтпеді. 2 ай больницада жаттым да, кейін дозасы жоғары 100% химияны 1 айдан кейін аласыз деді. Бірақ мен қалай больницаға бардым, биокремом Саневаның тоқтатпай жей бердім. Бір күні қарасам, кішкене тамағым ашылған сияқты болды да. Мындай тамақ жесем, жеп өтіп жатыр екен. Сөйтіп алдында бүйтіп тағы да ана биокремді ашып, тамағыма бүйтіп сасам көп болып кетті. Мен не істеймін деп ойлағам, содан Аллаға шүкір тамағым ашылды. Осы Саневаға ашқан кісілерге алғысым шексіз рахмет. Мынау рахметтің ағасы Айжан қызыма да мың алғыс рахмет. Мен негізі Айжан ханым білген жоқ менің бүйтіп ауырғанымды да. Мен ол кісіден сұраған жоқпын. Мен барлықтарыңызға рахмет жандарым. Әуелі Алла, екінші осы биокрем маған пайда берді. Ешқандай жаңағыдай басқа мен дәрі де ішкен жоқпын. Химиядан кейін аптеканың дәрісін тұтынбадыңыз, иә? Аптеканың дәрісін мүлдем тұтынған жоқпын. Мен осыны тек қана жей бердім, жаға бердім. Қазір Аллаға мың да бір шүкір. Нанды да жеймін, етті де жеймін, тамақты да ішемін, қоюды, сұйықты. Барлықтарыңызға осыны алыңыздар, ішіңіздер, жағыңыздар деп кеңес берер едім. Денеріңіз сау болсын, Алла денсаулықтың байлығын берсін бәрімізге.